Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен Жансұлу. Бүгін тауық еті мен саңырауқұлақ қосылған паста фетучинидің ең оңай жасалу жолын ұсынамын. Бізге қажетті заттар: паста фетучини, тауықтың төс еті, саңырауқұлақ, чеснок және сливки. Алдымен табамызға май құйып, чеснокты қуырамыз. Үстіне тауықтың төс етін салып, араластырып, бетін жауып 3-4 минутқа қалдырамыз. Сонан соң үстіне саңырауқұлақты салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минут қуырамыз. Татымына қарай тұз салып араластырамыз, сливки құйып, тауықтың еті піскенше бетін жауып пісіреміз. Осы уақытта бөлек ыдыста қайнап тұрған суға пастамызды пісіріп аламыз. Дайын болған пастаны тауық еті қосылған сливочный соусқа салып, араластырып 5 минуттан соң дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Мен ұсынған рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу, келесі кездескенше.